Бұл армия деген үлкен бір мектеп. Осы армияға отан алдындағы борыштарын өткеруге келетін жас сарбаздарға айтарым, келіңіздер армияға. Бұл жерде бәрі керемет, өте күшті. Бұл жерге келіп өздеріңізді дайындайсыздар, қаруды меңгеріп, өздеріңізді дене даярлықтардан шынықтырып, және басқа осы әскерге келетін балдарға айтарым, келіңіздер, көріңіздер, әскерден қашпаңыздар. Әскер өте керемет. Міне Құдай қаласа, маған үйіме қайтуыма 8 ай қалды. Көзді ашып жұмғанша 4 айым өтіп бара жатыр. Мен де армияға келіп, армияның осындай болатынын білмегенмін, келіп көріп біліп жатырмын. Осы жерде өздеріңізді қандай екеніңіздерді нағыз өздеріңізді мықтылап, отан қорғайтын боп, семьяларыңызды қорғайтын боп, үлкен-үлкен жұмыстарға түсетін боп, үлкен биіктерде көрінетін адам боп шығасыздар. Мен әскерден ең бірінші өзіңді шыңырау, ерді шыңдайтын шыңырау кезеңге келдім деп ойлаймын өзім. Әскери қызметте мен біріншіден әскери ерлік мінезді ашуды, әскери қызмет ол ерлік мінездің ашылатын бір кілті деп ойлаймын өзім. Бұл жерден қазір таңда мен не күтіп жатқаным, ол физикалық тұрғыдан дайындап, әскери тәртіп, әскери қызметпен тағы да әскери білім алуға көздеймін. Что для меня армия? Я бы хотел ответить на этот вопрос так. Армия для меня это школа, школа для мужчин. Тут учат военному делу. Где еще можно научиться военному делу, как не в армии, так как этому не учат нигде. Армия это же урок школы для мужчины. Тут уходишь достойно, мужчиной, гордо поднятой головой. Так, еще для меня главное это отдать честь родине своей, так как не каждый мужчина может прийти сюда достойно отслужить целый год и уйти достойно домой. Это счастье для родителей, для страны нашей, что есть такие солдаты. Многие сюда пришли по своему желанию отдать честь своей родине, научиться военному делу. Я хочу уйти от армии достойно, гордиться собой, чтобы гордились мной мои родители. И не ходить с опущенной головой, что я не был в армии. Армия это, можно сказать, счастье для мужчины, что он служил там. И ходить гордиться этим, что я служил в армии.